Гарденелла және де уреоплазма инфекцияларын емдеуіміз қажет пе? Сәлем қыз-келіншектер, менің есімім Шаңдағы Жұныс Мейрамбайқызы, мен акушер-гинеколог және де косметолог дәрігермін. Менің осындай пайдалы ақпараттарымды өткізіп алмас үшін менің осы YouTube каналыма подписация етіп қойыңыздар және де колокольчик кнопкасын баса кетіңіздер. Сіздерге менің шыққан видеоларым туралы уведомление келіп тұратын болады. Және де қандай да бір сұрақтарыңыз болса, комментарий жазсаңыздар болады. Міндетті түрде жауап беруге тырысамын. Және де осы видеоны соңына дейін тыңдап, міндетті түрде лайк баса кетіңіздер. Ал кеттік. Жалпы қараңыздар, маған енді практикада жүрген гинеколог дәрігер ретінде менің приемыма өте көптеген қыз-келіншектер келіп жатады. Жалпы Instagram парақшамда да болсын, көптеген қыз-келіншектер уреоплазма шықты, менде инфекция, гарденелла шықты, мен көтере алмай жүрмін, немесе мен жүктімін, бұл инфекциялардан қалай емдейміз, не істейміз деген сияқты сұрақтар өте көп келеді. Жалпы бұл сұрақтарға жауап бермес бұрын, то есть ең бірінші мынаны біліп алайық. Қандай ағзалар қауіпті инфекциялар, қандай ағзалар қауіпті емес микроағзалар, Енді қараңыз, жалпы қыз-келіншектердің, жалпы адамдардың организмінде ең қауіпті, то есть ең лас жерлер бұл ауыз қуысы, және де қынап, влагалище, және де артқы өтіс, яғни задний проход. Жалпы біздің әйелдердің жалпы организмдерінде қалыпты және қалыпты емес әртүрлі микроорганизмдер өмір сүреді. Бактериялар, әртүрлі вирустар, микроағзалардың барлығы қалыпты жағдайда, яғни болады. Енді қараңыз, осы вирустар, бактерияларды, әртүрлі микроорганизмдердің барлығын біз абсолютті патогенді және де шартты патогенді деп бөлеміз. Абсолютті патогенді микроорганизмдер өте қауіпті. Өте қауіпті, оларды сізде қандай да бір шағым тудырса да, тудырмаса да, біз оны емдеуіміз қажет. Ол қандай ағзалар? Мысалы, сізде қандай да бір мазокта, мысалы, сіз жүктілік жоспарлап жүріңіз, немесе қандай да бір выкидыш болды, замершая беременность болды, сіз тексерістен өтіп жүрген уақыттарда мазоктарда аса қауіпті инфекция, яғни абсолютті патогенді микрофлораға жататын микоплазма, гениталиум, және де хламидия, трихомонада, гонорея, ВИЧ, сифилис деген сияқты әртүрлі инфекциялар шығатын болса, біз бұларды міндетті түрде сізде қандай да бір шағым болса да, болмаса да емдейміз. Бұл абсолютный патоген, организмге жат, организмде болмау керек вирустар мен бактериялар, микроорганизмдер. Ал енді шартты патогенді микрофлора деген бар. Ол қандай? Біздің организмімізде қалыпты жағдайда өмір сүретін, бізбен бірге тату-тәтті өмір сүретін өзіміздің ағзаларымыз. Оларға нелер жатады? Гарденелла, уреоплазма парвум, уреоплазма урелитикум, микоплазма хоминис, кандида, стафилококк және әртүрлі инфекциялар, бактериялар. Бұлар қалыпты жағдайда организмде болады, бізбен бірге өмір сүреді. Және де олар қай кезде қауіпті және қай кезде емдейміз, оны қазір айтатын боламын. Енді қараңыздар, яғни ол қалыпты болғандықтан біз оны значит емдемейміз. Қай кезде емдейміз? Егер сізде қандай да бір шағым тудырса, ол сізде қай кезде шағым тудырады? Яғни организмдегі балансы бұзылса, мысалы қынапта полезный микрофлора бар, лактобактерия, және де осы шартты патогенді микрофлора организмдер бар, гарденелла, уреоплазма, кандида. Бұлар лактобактерияларға қарағанда рост көбейіп кетеді. Яғни, мысалы, лактобактериялар мен осы шартты патогенді микрофлора, уреоплазма, гарденеллалар тепе-тең өмір сүретін болса, яғни сізде қандай да бір организмде сбой болса, яғни ол қандай? Воспаление болса, қауіпті инфекциялар жұқтырсаңыз, немесе иммунитетіңіз төмен түсіп кеткен болатын болса, қынаптың микрофлорасын сіз бұзатын болсаңыз, әртүрлі марганцовка, неше түрлі нәрселермен, миотпен, спринцевание, тампон жасайтын болсаңыз, сіз микрофлораны бұзасыз. Сол уақыттарда екі баланс бұзылып, шартты патогенді микрофлора организмдердің росты көбейіп кетеді. Рост, яғни гарденелла, уреоплазма, кандида көбейіп кетеді де қандай да бір шағым тудырады. Ол қандай шағымдар?
мысалы кандида көбейіп кететін болса, ол қышыну шақырады, соответственно зуд, жжение болуы мүмкін, молочница болады, а потом гарденелла, бұл мысалы балықтың иісі сияқты немесе шіріген жұмыртқаның иісі сияқты қандай да бір выделение иістері болуы мүмкін, неприятный запах болады. Кейде даже шағымдар болмауы мүмкін. То есть шағымдар тудырған уақытта біз, конечно, емдейміз свечи немесе арнайы таблеткалармен. Ал егер сізде ешқандай да шағым тудырмаса, өзіңізді жақсы сезінесіз, жаман иісті выделение жоқ, сондай болатын болса, біз ол кезде не істейміз? Тек қана мысалы кейбір келіншектер болады, просто тексерілуге келеді, мазок на степень чистоты тапсырады, сол кезде шығып тұратын болса, оны ешқандай да емдеудің қажеті жоқ. Неге? Себебі сіз оны емдегенмен де ол сіздің ағзадан толыққанды 100% кетпейді. Себебі ол қалыпты жағдайда организмде өмір сүреді, просто олардың жаңағы количествосы көбейіп кетеді, сондықтан осындай симптомдар шақырады. Біз оны қай кезде емдейміз? Сізде қандай да бір шағым тудырса, және де сіз жүктілік жоспарлап жүрген болсаңыз, және де басқа инфекцияларды исключать еткен кезде тек осы ғана шығып тұрса, тоже емдеуіміз қажет міндетті түрде. Жалпы бұл уреаплазма гарденелла қандай да бір балада мысалы жүкті кезде ақауларға әкелмейді, выкидышқа әкелмейді, бесплодияға ешқандай да әкелмейді бұл, яғни көтере алмаушылықтың себебі бұлар бола алмайды. Себебі бұл қалыпты жағдайда өмір сүретін микрофлора ағзалары. Және де бұны емдейміз тоже қай кезде? Еще жүкті кезде тоже симптомдар шақырса, міндетті түрде емдеген дұрыс. Неге? Себебі бұл ерте босануға, судың ерте кетуіне әкелуі мүмкін. Және де бұны арнайы ПЦР тест арқылы анықтаудың қажет жоқ. Кей жағдайларда комплексті түрде арнайы инфекциялар болады, ол ПЦР мазок тапсыратын, солардың іштерінде жүруі мүмкін. Соның ішінде анықталған болып басқа қауіпті инфекциялар отрицательный болып ешқандай шағымдар болмаса, емдеудің қажет жоқ. Жаңағы мен айтқан жағдайларды емдейміз, яғни жүктілік кезінде қандай да бір шағымдар тудыратын болса, сіз жүктілік жоспарлап жүрген болатын болсаңыз, міндетті түрде емделген дұрыс қыз-келіншектер. Осы инфекциялардан емделген қыз-келіншектер болатын болса, жалпы қалай емделдіңіздер, дәрігерлер қандай таблеткалар берді, қандай жағдайда емделдіңіздер, солардың барлығын осы комментарийге астынан жазсаңыздар болады.